Мынау бізде беріліп тұрғаны үстіңгі жағындағы мына жер бізде мына қатардың барлығы оң қол жағы, яғни баянның оң қол жағы бізде скрипка кілтімен беріледі. Оң қолы деп жазып қойдым. Бас кілтімен бізде беріледі сол қол жағы. Ноталардың аттарын астарына жазып қойдым. Ал мынау үстінде тұрған осы нотаны қай саусақпен ұстаймыз, соны да белгілеп қойдым. Мынау бізде такт сызығы деп аталады, яғни осы сызыққа дейін біз санаймыз. Бірінші оң қолымызда до нотасы, сол қолымызда да до нотасы беріліп тұр. Екеуі бір-бірінің асты үстіне осылай жазылады, яғни екеуі де төрттік ұзақтықта берілген. Бірге басылады, бірге тоқтайды. Бірінші біз екі қолымызбен де, оң қолдан да, сол қолдан да до нотасын бірге басамыз да, бұл екеуін бірге төрттік ұзақтықта санаймыз. Яғни төрттік ұзақтық бізде бірге саналады. Бір и деп санасақ та болады. Яғни бірінші сан жүреді, содан кейін әріп жүреді. Қазақша санаған кезімізде біз бірге деп санаймыз. Ал жалпы баяғыдан келе жатқан санақ бойынша бір и деп санаймыз. Осы бір и деп санаған ұзақтыққа біз осы дыбысты ұстап тұрамыз дегенді білдіреді. Яғни екі қолымызбен бірдей до нотасын бір и деп санаймыз. Келесі оң қолымыздан ре нотасын ұстаймыз төртінші саусақпен, сол қолымыздан соль нотасын ұстаймыз. Соль до нотасының үстіне орналасқан. Соль нотасын екінші саусақпен аламыз. Бұны енді екі ге деп санаймыз. Екі и деп санаймыз. Бір и, екі и. Осы ұзақтықта бізде бірінші тактымызды ойнап болдық. Екінші тактіде оң қолымыздан ми нотасын ұстаймыз, сол қолымыздан до нотасын ұстаймыз. Ми нотасын үшінші саусақпен ұстаймыз, до нотасын да үшінші саусақпен ұстаймыз. Бір и, осы екі нотаны бірге ойнаймыз. Келесі екі иге оң қолдан фа нотасын, сол қолымыздан да фа нотасын ұстаймыз. Мынау саусақтары берілген. Фа нотасын төртінші саусақпен ұстаймыз, сол қолымызда фа нотасын төртінші саусақпен ұстаймыз. Келесі бізде беріліп тұр қайтадан ми нотасы. Яғни оң қолымызда ми нотасы, сол қолымызда до нотасы. Екеуін бірге ұстап, бір и деп санаймыз. Ре нотасын ұстаймыз оң қолымыздан, сол қолымыздан соль нотасын ұстаймыз. Екеуін бірге ұстаймыз, екі и деп санап ұстаймыз. Және ең соңғы ұзақтықта бізде мыналар төрттік болса, мынау бізде жартылық ұзақтық. Бір жартылықтың өзі бізде бір и, екі и болып саналады. Яғни бір и, екі и деп санап біткенше осы дыбысты ұстап, басып тұрамыз деген сөз. Оң қолдан до нотасы, сол қолдан да до нотасы. Енді мына жерде мына белгіге мән берейік. Музыка тілімен айтқанда дрожжим, жим деп аталады. Бірінші тұрған белгі мехті ашамыз дегенді білдіреді. Яғни баянның мехін ең басында жабық тұрады ғой мехіміз ойнап бастаған кезде. Сонда біз бірінші, екінші до, ре, ми, фа нотасын ойнап болғанға дейін біз мехті ашамыз. Ал енді мына жерден екі тактіден кейін үшінші, төртінші тактіге ми, ре, до нотасын ойнаған кезімізде біз мына жерде уже мехті жабамыз деген белгі тұр. Сонда екі тактіге біз мехті ашамыз, до, ре, ми, фаға, ми, ре, до нотасына мехті жабамыз. Сонда біз мына жаттығуды орындап бітірген кезімізде біздің мехіміз жабылып біту керек дегенді білдіреді. Енді осы айтқанымды қазір баянда ойнап көрсетемін.